Сабақ қазақ тілі. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге оңай болу үшін тапсырмалардың жауабын ауызша айтып кетемін. Байлығым байтақ елім. Ауызша және жазбаша сөйлеу. Сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжауды, өз ойымды дәлелдеуді үйренемін. 6-шы тапсырма: сызба арқылы тыңдайтын өлеңнің не туралы екенін болжап көр. 3 бақытым: халқым, тілім, отаным. Өлеңнің не туралы екенін қалай анықтадың? Өлеңді мұқият тыңда. 3 бақытым: ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, үшінші, отан деген. Кім мықты десе біреу, отан дер ем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Мұқағали Мақатаев. Бұл өлеңнің негізгі мақсаты отан туралы, яғни сенің бақытың, отан туралы, сенің бақытың туралы айтылған. Яғни сен қолыңда бар заттарды бағалай білуің керек. Сенің ең үлкен бақыттарың ол сенің сөйлейтін тілің, және де өмір сүріп жатқан отаның, және де сенің халқың сенің ең үлкен бақытың болып есептеледі. 7-ші тапсырма: өлеңнің екінші шумағын жатқа жаз. Сөйлеуді қай түрін қолданасың? Сөйлеудің ауызша түрін қолданып, балалар, өлеңнің екінші шумағын жатқа жазамыз. Яғни бұл жердегі өлеңнің екінші шумағы екінші бақытым. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Өлеңдегі тілім дедім сөзі қандай мағынаны береді? Өлеңдегі тілім дедім сөзі адамның сөйлеу тіліні білдіреді. Жұмсарттым, жібіттім, кестім. Жұмсарттым. 8-ші тапсырма: мақал-мәтелдерді оқы, олардың мағынасын бір-біріңе түсіндіріп көріңдер. Жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы сөз сөйлесең, артынан жақсы істер де болуы мүмкін. Сол себепті үнемі жақсы сөз сөйлеп жүруіміз керек. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Біздің сөйлеген сөзіміз кейде қатты жеген таяқтан да қатты болуы мүмкін. Өйткені адамның ең жүрегін ауыртатын ауыр сөздер де болады. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Егер сен ойланбай сөйлейтін болсаң, сол ойланбай сөйлеген сөзіңнің жауабын міндетті түрде алатын боласың. Сондықтан біреудің жүрегіне, біреудің көңіліне тиетіндей сөздерді мейлінше айтпауға тырысайық, балалар. Айтылған сөз атылған оқ. Біздің айтылған әрбір сөзіміз атылған оқпен тең. Яғни ол сөздерді айтып біткеннен кейін біз сөзімізді қайтадан қайтарып ала алмаймыз. Сол себепті үнемі жақсы сөз сөйлеп жүруіміз керек. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен жоқ болса кішіден сұра. Егер де сен бір затты білмей, сол жұмысты жасай алдында үлкендерден міндетті түрде кеңес алуың керек. Біліп тұрсаң да сұрап ал. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Сен жақсы кітап оқысаң, саған ол біріншіден білім әкеледі, екіншіден ол сенің пайдаң. Жазбаша сөйлеу туралы айтылған мәтелді анықта, оны көркем жаз.
Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз дегеніміз жазбаша сөйлеу туралы айтылған мақал. 9-шы тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желігі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге. Сөз күйрегені көңіл мен тіл көркіңде. Жүсіп Баласағұн. Өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына беретінін анықта. Өлеңдегі сөз қуаты әдемі сөз деген мағынаны және сөздің күші деген мағынаны береді. Тыңдауыңның дұрыс екендігін дәлелде. 10-шы тапсырма. Мәтінді оқы. Еркебай әжесіне не деді? Әжесі немересіне не деп жауап берді? Бірде Еркебай күні бойы ойнап сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтаулатып мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да киімін кие бастады. «Әже, сіз қайда барасыз?» деді Еркебай. «Мектепке». «Онда не істейсіз, әже?» «Сенің орныңа оқып келемін». Еркебай қатты ұялды. Әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын». Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Еркебайдың өзгеруіне әжесінің сөзі әсер етті. Мәтіндегі Еркебай әжесіне не деп айтқаны туралы. Еркебай әжесіне мектепке бармайтындығы туралы айтады, және де әжесі немересіне жауап ретінде «Мен сенің орныңа барып оқып келемін» дейді. Оған Еркебай қатты ұялып, мектепке өзі барады. Сол күннен бастап мектептегі сабақ үлгерімдері жақсарады және сабақтан қалмай баратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық.